Bazı bir қалалар бар. Оларды көру жетерлік емес, оларды сезіну керек. Стамбул бұл әйтеуір саяхат манзилі емес. Бұл 1000 жылдық тарихпенен жүзбе-жүз келу. Бұл қала сені асықтырмайды, ол сені тоқтатады һәм ойлануға мәжбүр қылады. Ассаламу алейкум, әзіз достар. Бүгінгі видео апай влог емес, ал Стамбулға бара жақ болған барлық жерлестеріміз үшін жол көрсетуші хақиқи қала гиді болады. Егер сіз Стамбулға бір хәптеге келіп, қай жерлерді көру керек, қандай түсіну керек деп ойлап атырған болсаңыз, бұл видео айнен сіз үшін. Айя София Стамбулдың символы һәм инсаният тарихындағы ең ұлы инженерлік мираслардың бірі. Ол 537 жылда Византия императоры Юстиниан бірінші фәрманы менен құрылған. Сол дәуірде ол дүниядағы ең үлкен ибадатханаға айланған. Айя София 900 жыл шіркеу, 500 жыл мешіт болып қызмет қылған. 1453 жылда Стамбул басып алынғаннан кейін Сұлтан Сулайманның атасы Сұлтан Мехмет оны мешітке айландырады һәм осы харекеті менен имаратты асырап қалады. Айя Софияның үлкен күмбезі өз дәуірі үшін инженерлік ажайбат болған. Ішінде христиан мозаикасы һәм ислами жазулар бір-бірінің қасында жайласқан. Бұл екі цивилизацияның бір маканда жасағанын көрсетеді һәм имарат діни емес, ал улума инсаният мирасы екенін дәлелдейді. Османилер шіркеуді мешітке айландырған уақытында алтын реңлі мозаикаларды бұзып тасламастан тек үстінен сыбау менен жауып кетеді. Осы амеллер арқасында қазіргі күнде Айя Софияға барсаңыз, 5-ші әсірдегі Библиядағы Биби Мариям һәм Иса Масих мозаикаларын көре аласыз. 21-ші әсір адамлары 5-ші әсірде ешқандай заманауи технология жәрдемсіз осындай үлкен имаратты ең жер сілкіну көп болатұғын жерде құрып, һәм қазіргі күнге шекем сақланып қалғанынан таң қалады. Айя София соншелі дәрежеде үлкен, оның ішіне Париждегі Нотр-Дам соборын толығы менен жайластыру мүмкін. Айя София бүткіл инсаниятқа тиесілі жаһан мирасы һәм ЮНЕСКО тарапынан қорғалатұғын тарихи объект.